Талдықорғанда Орбұлақ шайқасының 375 жылдығына орай Асыл мұратты жырлардың халықаралық фестиваль шеруі өтті. Шараға түркі тілдес халықтардың ұлттық өнерін дәріптейтін жыршылар келіп, жетісулықтарды өз жырларымен сусындатты. Атап айтқанда, Түркия, Қырғыз елі, Қарақалпақстаннан 10-нан астам өнерпаз қатысып, рухани құндылықтарын паш етті. Фестиваль мақсаты ұлттық өнерімізді сақтап, кейінгі ұрпаққа жеткізу жолында жыршы жыраулардың есімдерін кеңінен насихаттау. Жыршылардың шығармашылығын өскелең ұрпаққа үлгі ете отырып, еліміздегі жыршылық дәстүрді қайта жаңғырту. Әрі жас ұрпақты ұлттық өнеріміздің қыр-сырына баулып, әдебиеті мен тарихын тануға мүмкіндік жасауды, өнер шеберлерінің шығармашылығына тың серпін беруді көздедік дейді ұйымдастырушылар. Елімге жасы келгенде көзімді ашпай дүнием, өтегімді дегенде сонда көрген арыстан, бір ұл бір қыз атадан, қызыңа табы артығаш қоландығы қарындасы. Türk dünyasının birleştirici belgesi, kanıtı bu jırlarımız, dastanlarımız. Jır dastanları berimizin ortak hazinası deyip oylayım. Sonun için de bu festival, ülken festival olmuş gerek.